Сәлем құрметті тыңдармандар. Бүгін біз қазіргі әдебиет тілінде жиі қолданылатын үш жаңа бағыт туралы сөйлесеміз. Олар постколоникалық, мәдениеттанушылық және пәнаралық талдау болып табылады. Бұл әдістер әдеби шығарманы жай бір оқиға емес, қоғаммен, тарихпен, мәдениетпен байланысты үлкен дүние ретінде қарастырады. Біз осы үш тәсілді Әуезовтың «Қорғансыздың күні» әңгімесінде қолданып, қайсысы шығармаға көбірек түсінік беретінін анықтап көреміз. Алдымен постколоникалық бағыттан бастайық. Бұл әдіс отарлық саясаттың, яғни бір халықтың екінші халыққа үстемдік жүргізуінің әдебиетке әсерін зерттейді. Қазақ халқы да ұзақ уақыт бойы сыртқы билікке тәуелді болғандықтан, бұл тәсіл бізге өте жақын деп айтса болады. Қорғансыздың күнін осы тұрғыдан қарастырсақ, ақан ол билікке ие күшті топтың өкілі болып табылады. Ол өзінің жағдайын пайдаланып, әлсіз адамға зорлық көрсетеді. Ал Гүлсім мен оның отбасы ол қорғансыз жоқ адамдар тобына жатады. Яғни бұл отарланған әлсіз топтың бейнесіне ұқсайды. Әңгімеде қатал боранды символ сияқты ол қоғамдағы әділетсіздікті, күшті мен әлсіздің арасындағы теңсіздікті білдіреді. Осы тәсіл арқылы шығармадағы жағдай жеке оқиға емес, үлкен қоғамдық мәселе екенін түсінеміз. Енді мәдениеттанушылық талдауға көшейік. Бұл бағыт әдебиетті мәдениетпен байланыстырады. Яғни шығармада халықтың дәстүрі, әдет-ғұрпы және ойлау тәсілі қалай көрінгенін зерттейді. Қорғансыздың күнінде қазақ қоғамынан көптеген нәрселер бар. Үлкеннің сөзін тыңдау, ауыл өмірі дегендей, табиғатқа тәуелді болу, әйелдің әлсіз болуы, ру-тайпаға байланысты шешілуі дегендей. Табиғат жай фон емес, ол қазақ мәдениетінде ол адам өміріне әсер ететін күш ретінде қабылданады. Қыс боран қиындық пен сынақтықтың символы болып табылады. Мәдениеттанушылық талдау осы ұлттық ерекшеліктерді көруге көмектеседі. Үшінші бағыт ол пәнаралық талдау. Бұл әдіс әдебиетті тек әдебиет ретінде емес, бірнеше ғылымның көзқараспен бірге зерттейді. Ол мысалы психология, тарих, философия дегендей. Сол қорғансыздықтың күнінде психологиялық жағынан ақанның қатыгез мінезін және Гүлсімнің қорқынышын байқасақ болады. Әлеуметтану тұрғысынан бай мен кедейдің айырмашылығы билігі бар адамдардың шектен шығуы көрінеді. Тарихи жағынан 20 ғасыр басындағы қазағы ауылындағы әлеуметтік жағдай түсінеміз. Философиялық жағынан әділетсіздік, тағдыр, адамның дәрменсіздігі сияқты мәселелер бар. Яғни пәнаралық талдау ол бізге шығарманы жан-жақты көруге мүмкіндік береді. Сол қорытындыға келсек, әр тәсілдің өз орны бар дейікші. Постколоникалық талдау ол билік пен теңсіздікті сияқты мәселелерді ашып береді. Мәдениеттанушылық талдау ол шығармадағы ұлттық ерекшеліктерді көрсетеді. Ал пәнаралық тәсіл ол бәрін біріктіріп, мәтінді толық түсіндіруге көмектеседі. Сондықтан бізге ең тиімді әдіс ол пәнаралық талдау деп айтуға болады. Ол
шығарманы тек бір қырынан емес, бірнеше жағынан қатар түсіндіреді. Сол тыңдағаныңыздарға үлкен рахмет. Осы подкаст әдебиеттегі жаңа бағыттарды жақсырақ түсінуге көмектеседі деген ойдамын. Кездескенше.